Өмірден өтіп, жұмаққа жетіп, жайланғандар қаншама. Анасын сағынғандарға арнайы сағыныш басатын жырым. Келмесіне кім қияды анасын, түс көргендей болып пенде қаласың. Анаң ғана мәңгі өмір сүрердей жаулайды екен перзентінің санасын. Мейлі анаң 100-ден асып кетсе де, кәрілігі қуып жүріп жетсе де, перзент үшін қартаймайды анасы, қиындықпен сынақтардан өтсе де. Асыл ана, жүзің нұрлы күн едің, шаңырақтың мерекесі гүл едің, сабырлы едің, қадамы бар салмақты, мейірімге бөлеуші едің жан жақты. Барлық балам болса екен деп қасыңда, барлықтарын теңеп қойып асылға, бәрін бірдей көре алатын анашым, жасыңызды жетсе де бек ғасырға. Тазалықты сүйген еді жанындай, таза жүрек қалай тұрсын сағынбай. Сағынамыз, езеуреген кезіңді жүре алмаймыз, бұл тағдырға бағынбай. Кеттің ана, жұмағыңа білеміз, дұға тілеп еске алып жүреміз. Ақ жаулығың исіңізді сіңдірген, соны иіскеп аңсап кейде жүреміз. Даусың сенің естілгенді жібідік, сол даусыңды іздеп жаным түңілдік. Жадыраған жаның жаздай көрінген жансыз бейне суретіңе үңілдік. Жап-жарық ай, сендей сұлу болмаған, ұнамай тұр бұл тыныштық орнаған. Өзің барда шуылдаған немерең тып-тыныш боп, есейгендей таң қалам. Ана жаным, ақ жүрегің кең еді-ау, қиналсаң да еш білдіргің келмеді-ау. Сіздей мықты бола алмаймыз, анашым, жоқ дегенге бала жүрек сенбеді-ау. Жаным, анам, жалған өмір мәңгі емес, пәк жүзіңдей елестеді таң елес. Тек жақсылық оймен ғана жүргенім, сізсіз өмір өтер бірақ мәнді емес. Асылда ардақты жандардың бірі, ол қыздарының аяулы анасы, немере жиендердің сүйікті әжесі. Абилова Бақытжамал Әбілқызы 73 жасына қараған шағында дүние салды. Ол 1947 жылы 5 қыркүйекте Морской ауылдық кеңесіне қарасты Қызылту колхозында дүниеге келген. Әкесі Әбіл, анасы Динаның отбасындағы 6 ұл қыздың тұңғышы болып тәрбиеленді. 1955-1962 жылдары Панфилов атындағы 8 жылдық мектепте білім алып, 9-10 сыныпты Нұржау ауылындағы Владимир Ильич Ленин атындағы мектепті 1964 жыл бітіріп шықты. 1965-1967 жылдары Орал қаласындағы кооператив техникумын ойдағыдай аяқтап, есепші мамандығын алып шығады. 1969 жылы Киров рабкомында есепші болып жұмыс жасады. 1971-74 жылы Нұржау ауылдық кеңесінде есепші болды. 1975 жылдан зейнеткерлікке шыққанша Приморье селолық кеңесінде есепші, әлеуметтік қызметкер болып жұмыс жасады. Қай ұжымда болмасын, өзің асыл қасиетімен танылды. Ақ көңіл, ренжуді білмейтін, байсалды болатын. 1970 жылы Жұмқалиев Әлімжан ағамызбен жанұя отын тұтатып,
Өмірге 3 қыз, 2 бала келді. Аяулы анашым, сіздің жарқында, жайдарлы бейнеңіз біздің жадымызда мәңгі сақталады. Өмір сыйладың, мәпеледің, ол қызыңды жетеледің, мақсатына көздеген. Жылы сөздерің жүрегімде, өзің барда бұл өмірде, жалым биік өзгеден. Анашымай, көктегі күндей, көктемгі гүлдей, нұрын сепкен жанына жанашырай. Сағындым сені, бағымның шегі, ақ сүт берген анашыма. Құлыным менің құлама деп, құласаң да жылама деп, бақыт тілер аяулым. Өзіңсіз ана күнім шықпас, көп ішінде үнім шықпас, ат үстінде жаяумын. Анашымай, көктегі күндей, көктемгі гүлдей, нұрын сепкен жаныма жанашырай. Сағындым сені, бағымның шегі, ақ сүт берген анашыма. Сылым, қалайсың көке, жақсың ба? Туған күнің құтты болсын. Денің сау болсын, үлкен бой жеткен бол. Інің қайда? Бағып атсың ба ініңді? Денің сау болсын. Туған күнің құтты болсын тағы да. Ата, әже қайда? Сәлем айт. Атасының қызы ғой. Әже, сөйлесесің ба әжеңмен? Ақ мама. Алло? Айта бер, айт. Көке, туған күнің құтты болсын, айна. Жастан жасқа шыға бер, аман жүр, көке. Мән дұрау қыз бол да, көке. Аман бол. Денсаулық берсін, көке.